Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сиыр етінен бұқтырылған қабырға дайындаймыз. Менің каналыма жазылып, видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Қазанға сұйық майды құйып қыздырамыз. Еттерімізді салып, жақсылап қуырамыз. Содан соң жуамызды ұсақтап турап, қазанға салып жақсылап қуырамыз. Бетін жауып 5-10 минут бұқтырамыз. Содан соң қызанақты ұсақтап турап саламыз. Етімізді жуа мен қызанақтың шырынында 10 минуттай бұқтырамыз. Күрішті алдын ала жуып 15-20 минут кептіріп қоямыз. Табамызға кішкене сұйық май, сары май салып қыздырамыз. Табаға кеуіп тұрған күрішімізді саламыз. Кішкене тұз салып, жақсылап қуырамыз. Күрішімізді 2-3 минуттай қуырамыз. Содан соң қайнап тұрған ыстық су құйып, бетін жауып 20-30 минут пісіреміз. Етке сәбіз бен картопты турап саламыз. Өздеріңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді пайдаланып, кішкене томат салып қуырамыз. Қайнаған су құйып, өте жай отта 30 минут бұқтырамыз. Сиыр етінің бұқтырылған қабырғалары дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.